Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Сманова Меруерт YouTube арнасы. Бүгін сіздерге мен жаңаша бір құрақ үлгісін тігіп көрсететін боламын. Ерекше құрақ үлгісі. Әдеттегідей лентамызды дайындап кесіп аламыз. Мен мұнда әртүрлі ленталарды кесіп, бір-біріне қысқа ленталарды бір-біріне тігіп, жалғап дайындап қойдым. Дәл осы лентадан керемет әдемі құрақ үлгісін тігіп шығатын боламыз. Қазір мұқият көріңіздер. Видеоның соңына дейін көрсеңіздер, сіздерге түсінікті болады. Дәл осылай бізде 16-16 сантиметр өз матамызды кесіп дайындап алдым. Бұған біз енді ортасын бұрышын тауып әуре болмаймыз. Қазір мен сіздерге басқа үлгіде тігіп көрсететін боламын. Сіздермен YouTube арнама міндетті түрде подписаться кнопкасын басып тіркеліп алыңыздар. Пікірлеріңіз болса қалдырыңыздар. Жаңа шыққан видеоны бірінші болып көретін боласыздар. Ал енді бастаймыз. Мына жерде түзетіп аламыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ал енді өз матамызды дәл осылай қойып аламыз да, тігу жолын бастаймыз. Мен мұнда лентаны бір-біріне тігіп жалғап алдым. Мен дәл осы тура ортасына қойып, дәл осылай қойып аламыз. Енді келесі лентамызды дайындаймыз. Лентаны тура ортасына қоятын боламыз. Мінекей, енді шетін артына қаратып, дәл осылай кесіп аламыз. Келесі кезек бізде келесі лентамыз тігеміз.
артық матаны дәл осылай кесіп алып тастаймыз. Міне бізде өте әдемі ерекше құрақ үлгісі шықты. Бұл құрақтарымыз біздің қалған маталарды бір-біріне келістіріп өте әдемі құрақ үлгісін шығаруға болады. Өздеріңіз көргендей өте әдемі үлгі. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.